Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Нұртөре Жүсіптің Гиннес кітабына кірген қазақ атты мәтінімен танысу. Сабағымыздың мақсаты Қазақстанның халық қаһарманы Тоқтар Әубәкіровтің өмірінен мәліметтер беру, шығарманы оқып, ондағы негізгі идеяны ұқтыру. Олай болса, балалар, берілген сандарды өсу ретімен қойып, сөздерді тауып оқимыз. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Берілген сөз Гиннес сөзі болатын. Гиннес кітабы алғаш рекорд жасаған адамдардың есімі берілетін кітап екен. Рекорд еңбекте, спортта қол жеткен ең жоғарғы табыс екен. Олай болса, Гиннес рекордтар кітабы бұл әлемдік рекордтар енетін жылдық жинақ екен. Қарайықшы, балалар, суреттен біз кімді көріп тұрмыз? Біз суреттен ғарышкерді көріп тұр екенбіз. Ғарышкер дегеніміз, олар ғарышқа, аспан әлеміне ұшатын адамдар екен. Аспан әлемінде көптеген ғалам бар. Ал біздер жер ғаламында өмір сүреміз. Иә, ғарышкер ағаларымыз ғарышқа зымыранмен ұшады екен. Оны ғарыш кемесі деп атайды екен. Олар ғарышқа ұшып барып, аспан әлемін зерттейді екен. Ғарышқа ұшатын ғарышкерлер арнайы киімдер киеді. Ол скафандр деп аталады екен. Ол скафандр киімі ғарышқа ұшуға лайықталған киім екен. Ғарышкерлердің бәрі Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшады, балалар. Ол Қызылорда облысында орналасқан екен. Балалар, алдарында қазақ қырандары, тұңғыш қазақ ғарышкерлерін көріп тұрсыңдар. Олар Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов. Сен адамзаттың ғарышқа сапары ең алғаш қазақ жерінен басталғанын білесің бе? 1957 жылы 4 қазанда Қызылорда облысындағы Байқоңыр ғарыш айлағынан жердің тұңғыш жасанды серігі ұшырды. Сол жерден 1961 жылы 12 сәуірде ғарыш әлеміне ұшқан бірінші адам Юрий Гагарин болды. Арада 30 жыл өткен соң 1991 жылы тұңғыш рет қазақ ғарышкері, Кеңес одағының батыры Тоқтар Әубәкіров ғарышқа аттанды. Байқоңыр бүгінгі таңда түрлі елдердің ғылым және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері ұшырылатын халықаралық ғарыш айлағына айналды. Олай болса, балалар, оқулықта берілген Гиннес кітабына кірген қазақ атты Нұртөре Жүсіптің мәтініне қараймыз. Нұртөре Жүсіп 1961 жылы 29 сәуірде Қызылорда облысы Шиелі ауданында, қазіргі Керделі ауылында дүниеге келген екен. Ақынның көптеген кітаптары бар екен. Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров, қазақ халқынан шыққан тұңғыш ғарышкер. Ол мектеп бітіргеннен кейін Ресей Федерациясындағы Армавир жоғары әскери ұшқыштар училищесіне түсіп бітірген. Кеңес одағы әскери әуе күштерінде ұшқыш болды. Кейін Мәскеуде ұшқыш сынақшылар мектебін және Мәскеу авиациясы институтын бітірген. Тоқтар Әубәкіров 1988 жылы Кеңес одағында тұңғыш рет әуеде қонбай, ұшаққа 2 рет жанармай құйдыру арқылы солтүстік полюске ұшу сапарын ерлікпен орындап, Кеңес одағының батыры деген жоғары атаққа ие болды. 1990 жылы ғарышкерлер құрамына алынды. 1991 жылы 2 қазанда Байқоңырдан ғарышқа ұшты. 10 қазанда жерге оралды. Тоқтар Әубәкіров қазір Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі. Тоқтар батыр, айналады ел бір сенен,
Есіміңді білсе әлем, ғарышқа ұшқан қазақтың тұңғышына бір сәлем. Тоқтамайды осаңыз, біз жолыңды тосамыз. Тоқтар ерлік, ерлікті күнде өлеңге қосамыз. Баспайтын ол жыр таңы, жүрегімізді жылытады. Тоқтар батыр кәдімгі, Алпамыстың ұрпағы. Тұманбай Молдағалиев. Оқулықпен жұмыс. Гиннес кітабына кірген қазақ. Тбилиси ұшағы мен жаңа әдіспен ұшақты көтеру оқиғасына бүкіл әлем көз тікті. Бұл ерлікті Тоқтар сынақшы ұшқыш ретінде МиГ-29 ұшағымен жасады. Кеңес ұшағы лып етіп ұшады. Егер дұрыс ұша алмаса, суға құлап түсетін болды. Бұл сәт секундтар ішінде орындалу керек болатын. Бұл әдісті ғаламат ерлікпен Тоқтар Әубәкіров жасады. Тоқтар Әубәкіровтың осы ерлігі Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. Тоқтар Әубәкіров ғарыш кеңістігінде 7 тәулік, 22 сағат, 12 минут, 40 секундта болған екен балалар. Балалар, мұнда қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырма берілген екен. Тапсырмада берілген сөздерден тек қана ғарыш және ғарышкерлермен байланысты сөздерді теріп жазамыз. Балалар, келесі тапсырма дайын ұйқастар үлгісі арқылы 5 жолды өлең құрастыру. Балалар, бүгінгі сабағымызды балық қаңқасы әдісі арқылы қорытындылаймыз. Балалар, табандылық кез келген кедергіні жеңеді дейді. Кез келген адам ғарышкер бола алмайды. Ол үшін мықты денсаулық болып, ерік пен мінезді өз дегеніне бағындыра білу керек. Білім жинақтау жолында да балалар табандылық көрсету қажет. Сонда ғана адам алға қойған мақсатына, аңсаған арманына жетеді екен. Сабағымыздың соңында ғарышкер болғысы келетін балаларға барлығы да армандаудан басталатынын ұмытпаңдар. Армандаудан қорықпаңдар. Жалқаулыққа салынбаңдар балалар дегім келеді. Баршаңа сәттілік тілеймін. Сау болыңдар балалар.